Қадір, 4-ші бөлім. Айжанның махаббаттан бас айналып жүреді. Ақылға емес, жүрекке құлақ түрді. Айжаннан бақытты жан жоқ. Ұзату тойында анасының бір бұрышта тығылып, көз жасын сығып тұрғанын көргенде жүрегі селт етпеген. Ес білгелі, көріп келе жатқаны кедейлік, жоқшылық, тарығу. Енді бұның бәрі артта қалады. Айжан өзі қалаған өміріне жетеді. Тағы да ойландышы. Небір жігіттер айналаңда толып жүр. Неге таңдауың шетелдікке түсті деп, құрбылары да Айжанды оңайлықпен жат елге қимады. Айжан ата-анасынан сатқындық көргенде күйде жүреді. Бәріне кінәлі құрғыр айфон. Беті жылтыр дүние. Сіңілісіне айфон әпергендері үшін жазықты болған әке-шешесі шамалары жеткенше ұзату тойын жасап берді. Көп салмақ Айжанның өзіне түсті. Айжан тым құрыса тойымды да жасап бере алмады. Сенім тұрмысқа шыққанда қалай жасайтындарын көреміз деп, сіңілісімен іштей бәсеке боп ойша арпалысты. Айжанның анасы ұзату тойы үшін қарыз алғанын ешкімге айтпай, ішінде бүгіп қалған еді. Айжан өзгерді. Бұрынғы жанашыр бойжеткен, өзі туып өскен үйінен безініп, екі қолын төбесіне қойып, қашуға әзір. Қашуға деген құштарлығы мықты болғаны соншалық, тек ауылдан емес, бүкіл Қазақстаннан асып, шетелге кете барды. Айжан Антонионың байлығына да қызықты. Енді таршылық көрмейді. Енді Антониомен бақытты болады. Арада жылжып, жылдар өте берді. Айжан сол кеткеннен елге оралған жоқ. Жас келіншекті өзі қалаған өмірі күтіп алды. Антонио Айжанды алақанына салып ұстады. Ол жұбайын расымен ештеңеден тарықтырған жоқ. Бірақ уақыт өте келе, Айжан жүрегінің мазасыздана беретін түсінді. Не үшін? Не жетпейді? Арманы орындалды. Бірақ неге жүрегінде тыныштық жоқ? Айжан әке-шешесін сағынып жүреді. Уақыт бәріне төреші. Шетелден елге келу оңай емес. Соңғы кездері тіпті сағынышы ұлғайып, ата-анасын бір көруге зар болды. Телефонмен, бейне қоңыраумен сөйлеседі. Бірақ бауырларын бір жерде көргенде сағынышы одан әрі үдей түседі. Сондай күндердің бірінде бейне қоңыраумен сөйлесіп отырғанда сіңілісі Сенімнің төсек тартып жатқанын байқады. Жай тұмау деді де қойды. Өзіңе сол керек. Көп қыдыратын боларсың деді Айжан. Иә, жазылам ғой деді Сенім жымиып. Арада бір аптадай уақыт өткенде Айжан үйіне тағы да хабарласты. Әңгімелер ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіз.